мен дейді қазір қолым алғаным Мағжан туралы, Жүсіпбек туралы көп зерттеп, барлығы материалдарды тауып, соны жаздым. Қазір шығат, өздерің оқисыңдар деп сөйледі. Мінекей, бұл кісі Қайымның бір қасиеті, есте сақтау қабілеті өте күшті болатын, память дейді ғой қазақ. Осы кісілердің барлық шығармаларының жатқа білетін еді. Менен соған таң қалатын едім. Аттарын ататпай жүргенде, жолыққанда, өзіміз бірге отырғанда, оңашада сол өлеңдерін жаттап айтып беретін. Мағжанның өлеңдерін жақсы сүйетін, атамның, Міржақыптың, Сұлтан Махмұтты айтып отыратын, барлығын осы еліктеп, сондай сүйсініп, есіне сақтап отыратын. Қоңыр даусымен асықпай, бабы мен келтіріп отырып сөйлейтін. Міне, әркімнің көңіліне ұнайтындай сүйкімді даусымен, өзінің білімділігімен, содан кейін кеуде соғып мақтаныш деген онда болмайтын. Мінекей, өзі қатарда кісі қандай болса, сол бала болса баламен сөйлеседі, үлкен болса үлкен. Алла тағала өзіне сондай дарын берген. Ол көп кісінің де жоқ. Көп жазушыларымыз кішкене өзін аспанға көтеріп, ақын болса кеудесін соғып, Қайымда ондай ешнәрсе білінбейтін. Мінекей, өзі қандай болды, өмірден таза, осындай әдемі қалпында өтті.